Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика. 98-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы есептер шығару және теңдеулер шешу. Балалар, бірінші мысалға назар аударайық. Суретшінің ертегілерге арналған суретінің саны карточкаларда көрсетілген. Олардың санын ата, сұлбалар бойынша есептер құрастыр. Бұл есепті шығармас бұрын біз өткен сабақты еске түсіріп көрейік. Мәтін есепте біздер балалар есеп шығару 4 бөліктен тұратынын еске салайық. Бірінші шартын құрастырамыз. Одан соң сұрағы, содан соң шешуі және жауабы. Және есептер шығарудың қысқаша жазылуы және сұлбасы болады. Балалар, біз бұл жерде бірінші сұлбаға назар аударайық. Бұл жерде бірінші бөлігі белгісіз, екінші бөлігі және мынау тұрған барлығы белгілі. Біз бұларға мына жерден керекті сандарды таңдау арқылы есепті шығаратын боламыз. Бір есепті құрастырып көрейік, қане. Бізде мысалы мына ертегіні таңдап алайық. Біз бұл ертегіні неше бөлікке бөлінген? 5 бөлікке бөлінген. Яғни бұл барлығы 5 бөлікке бөлінген екен. Біз барлығына 5 деп қоямыз. Бұл бөліктің бізге белгілісі көрініп тұрғаны 2-ақ бөлігі деп көрейік, мысалы келтірейік. Және белгісіз бөлігі нешеу екенін табу үшін біз бұл жерде шешуі 5-тен азайтамыз 2-ні. Сонда белгісіз бөлігі 3 саны екен балалар. Келесі сұлбаға назар аударамыз. Бұл жерде бізде белгісізі барлығы белгісіз, бірінші бөлік пен екінші бөлігі белгілі. Бұл жерде біз бұл жердегі ертегі бай мен алдардың ертегісі. Бұл ертегі бізге 4 бөлікке бөлінген екен. Яғни оның бізде 4 бөлік белгілі екен деп, мына жерге 4 деп жазып қоямыз. Және мына жерде салыстырса, екінші Аю мен Маша ертегісі 2 бөлікке. Сонда 2 ертегі барлығы неше бөлікке бөлінгені белгісіз. Яғни барлығын табу үшін біз 4 саны мен 2 санын қосатын боламыз. Келесі есепке назар аударамыз. жұптық жұмыс. Теңдеулерді шеш. Балалар, теңдеулерді шешпес бұрын біз қандай компонент белгісіз екен атап көрсетіп сендерге бағдар беріп кетейін. Бірінші бізде x, яғни бірінші азайғышымыз белгісіз, азайтқыш 80, айырманың мәні 10. Бұл жағдайда біз не істейміз? Теңдеуді шешу үшін біз белгісіз санын бірінші азайғышты табу үшін 10 мен 80 санын қосатын боламыз. Келесі теңдеуге назар аударайық. Бұл жердегі компоненттерді атап кетейік. Бірінші қосылғыш 10, екінші қосылғыш белгісіз, қосындының мәні 100. Екінші компонент, яғни бізде белгісізі, екінші қосылғыш белгісіз болған жағдайда, біз бұл теңдеуді шешу үшін 100 саны мен 10 санын азайтатын боламыз. Сол кезде белгісіз компонентті табатын боламыз. Келесі, өзіндік жұмыс. Әлия кітаптың 10 бетін, ал сырым одан 3 бетін кем оқыды. Сұрақ қойып, есепті шығар, кері есеп құрастыр. Балалар, бұл есепте бізге тек сурет және есептің қысқаша жазылуы берілген. Осы бойынша есептер құрастырып шығар. Сен зерттеушісің. Жылдам есепте бұл есепті шығару үшін балалар бізде бірінші бұл жерде 10 саны, азайғышымыз 10, азайтқыш 3, яғни 10 мен 3-дің азайтын айырмасы нешеге тең бізде? 7 саны шығады. 7-ге тең. Енді 7 саны мен 1 санын қосындысының мәні нешеге тең? 8-ге тең. Жерге 8 жазамыз. Дәл осы ретпен
есептерді ары қарай есептейтін боламыз. Теңдеулерді шеш. Балалар, біз теңдеуді шешуді тағы да еске ала кетейік. Ол үшін теңдеудің компоненттерін атайық. Бірінші бізде 9, яғни азайғыш 9, азайтқыш белгісіз, айырманың мәні 4. Бұл жағдайда біз теңдеуді қалай шешеміз? Яғни бірінші азайғышымыз 9-дан айырманың мәні 4 санын азайтатын боламыз. Сол кезде белгісіз азайтқыш шығатын болады. Келесі теңдеу. Бұл теңдеуде y азайту 50 тең 10 деп тұр. Яғни бірінші азайғыш белгісіз, азайтқыш 50, айырманың мәні 10. Яғни бұл жағдайда біз екі санды айырманың мәні 10 мен 50 санын қосатын боламыз. Келесі теңдеу. Бұл теңдеуді шешу үшін бізге компоненттерді атау керек. Ең бірінші қосылғыш 50, екінші қосылғыш белгісіз, қосындының мәні 80. Яғни екінші компонент белгісіз болған жағдайда біз 80-нен 50 санын азайтатын боламыз. Сол кезде белгісіз компонентіміз шығатын болады. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.